құрметті телекөрермендер, сіздермен бірге жұлдыздай алдама бағдарламасы. Бүгін біз әйгілі Досым Хасан ансамблінің іргетасын қалаушылардың бірі, бүкіл қазаққа танымал той жыры әнінің авторы, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің оқу тәрбиесі жөніндегі проректоры, философия ғылымдарының докторы, профессор Ұлықпан Есілханұлы Сыдықов ағамыздың шаңырағындамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Махаббаттың құдіреті әлдилеп, екі жастың табыстырған жүрегін, жастың жалын асыл арман ақ ниет, бақыт сыйламыз сыныпты гүлдерін. Той үстінде тәтті күнде, шашы байлар шат күліңдер, ән салайық би-билейік, шарықтасын шаттығында. Бірге аттанып болашаққа өмірге, сәтті бүгін ортамызда отауын, қуанышты шаттық орнап көңілге, ойламаққа келді бүгін бір қауын. Той үстінде тәтті күнде, жас жұбайлар шат күліңдер, ән салайық би-билейік, шарықтасын шаттығында. Осы Досым Хасанның түп басында тұрған азаматтың атын атайын, мен ол Хамит Санбаев деген жігіт. Жасы бізден үлкен, бұрын әскерде болған жігіт екен. Біздің факультеттің комсомол ұйымының хатшысы болды. Сол өзі өте сүйкімді жігіт, жасы үлкен, тәжірибесі мол. Аралап жүріп, балалардың басын қосып, әңгіме дүкен құрып жүріп, Мұрат Құсайынды тауыпты. Мұрат деген бір ағып тұрған домбырашы, әрі әнші, гармонды ойнайды. Бұл қалай оның консерваторияға бармай жүр деп таңғалып жүрдік. Мына жақта досым жүр. Сүйсек досым музыкалық мектеп бітірген екен. Сауаты бар, нота таниды. Мына жақтан Мейірбек Молдабеков. Мына жақтан Шәріп Омаров шықты. Мына жақта Алтынбек Үмбетов деген жігіт домбыраның құлағында ойнайды. Не бір талантты балалар жүр екен. Бәріміз танысып алдықтан да санда сабақтан тысқары уақытта кешкі отырып әңгіме дүкен құрамыз. Сосын көрші қыздардың дені рождениесіне баратын болды. Оларға ән айтып беретін болдық. Біртіндеп өзімізде Самал дейтін клуб құрып жатақханада. Сонда кештерді өзіміз өткізетін болдық. Бізде қазір көктемі деп атаймыз, осы күн ол кезде Қазпити көктемі дейді. Дәстүрлі көктемде фестивал болады, факультеттердің арасында жаз. Соған қатысып, біздің факультеттің намысын жыртатын болдық. Енді төл әнімізді неге шығармаймыз деп тұңғыш Досым Хасандағы шығарған төл әніміз Әсем жұлдыз. Өлеңін жазған мен, әнін жазған Мұрат Құсайынов. Мұрат ол кезде нота танымайды, досым үйреніп барып. Сонысын келесі сол фестивалға шығарған әніміз Ғашықпын деген. Өлеңін жазған мен, әнін жазған досым Сүлейм. Досым Хасанның аты әлі күнге дейін жаңғырып тұрды. Неге осыған теңдес қазақ ансамбльдері сахнаға шықпады? Осы туралы көзқарасыңыз қандай? Досым Хасанның құпиясы бағана айтып өткенімдей бірінші, мына өзіміздің ұлттық тамырымыздан алшақ кетпегендігі. Ана сүтімен бойға келген, сан ғасыр екшеліп келген біздің ұлттық реңкіміз, ұлттық бояуымызды толық сол қалпында сақтауға күш салу бірінші. Екінші, өте шеберлікпен мына заманның ағымымен, әуенменен үндестіре білу. Мына электронды, осы заманда ақпараттық әлемде өмір сүріп жатырмыз дейміз ғой, ақпараттық кеңістікте, сонымен үндестіре білу. Ал енді ешқайсысы кәсіби емес, профессионал емес жігіттердің туа біткен бойындағы талант. Сонысын бір Алла тағаланың ықыласы шығар, сонша жігіттердің бір мезгілде бірге келіп, бір институтта, бір факультетте, бір жатақханада тоғыса қалу. Өзара керемет ынтымақ, өзара керемет адалдық, әділдік, шыншылдық, береке, Аллаға қойған мақсатқа деген ерен еңбек.
аға әңгімені әріден бастағым келіп отыр. Өзіңіздің туған жеріңіз, өскен яңыңыз, ұшқан яңыңыз туралы айтып берсеңіз. Мен мынау бұрынғы Семей облысы, қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Мұқаншы ауданының түлегімін. Сол Мұқаншы ауданының орталығындағы ол кездегі бірде бір белгілі қазақ орта мектебі, кейіннен Сәкен Сейфуллин атындағы мектепті 1965 жылы алтын медальмен бітірдім. Арғы фамилия қылып жүрген атам Сыдық, сол елге халыққа өте белгілі болған, төбе би атанған, халықтың ықыласына бөленген ардақты кісі болған. Сол кісі бірінші бәйбішесінен бір жалғыз қыз көріпті де, содан кейін көп уақыт баласы жүріп, менің әжем 4-ші әйел екен, тағдырдың шешімі ғой. Екеуінің жас арасы мөлшері 40 жастай болса керек. Содан 64 жасқа келгенде, мойнына бұршақ салып жүргенде, әкем Есілхан дүниеге келіпті. Сол әкем 7 жасқа келгенде, атам 70-тен асқан кісі. Шырағым, менің заманым басқа болды, сенің заманың басқа болады. Еңбек істеп үйренбесең күн көре алмай қаласың деп 7 жастан жұмысқа салып тәрбиелеген екен. Сонда қолына тікен кіріп, әкем жылап, 7 жастағы бала келіп отырғанда, ақсақал ойпырмай деп басынан сипамайды екен. Теріс қарап отырып, дыбысын білдірмей екі иық секілдеп жылап отырғанда, кеудесіне түсетін сақалына жас тарам-тарам бағып отырады дейді. Әкем қарапайым, көп оқи алған жоқ, қарапайым жұмысшы болды. Мал бақты, кейінен 20-30 жылдай ұста. Қазақта ұстаның дүкен деген өте киелі қасиетті. Мысалы, бала тумаған әйелдер болса, басқа бір қиыншылық болса, сол қара дүкенге келіп бата алатын әдеті бар. Сондай керемет еңбекқор кісі болды. Әкем биыл осы үстіміздегі жыл 85 жасқа келіп қайтыс болды Есілхан әкем. Өзі солай өскендіктен бе 7-8 жастан бастап мені де жұмысқа салды. Таңертең таң боздан борбайдан суырып тұрғызып алып, атына мінгестіріп алады да, бір сайдың ішіне әкеп, артынан қолымен итеріп түсіріп кетеді, кетпен лақтырып жібереді, тобылғы шауып қой, кешке арбамен келіп алып кетемін дейді. Күні бойы енді далада ыстық күнде тобылғы шауып жүремін, жылан жағама деп қорқам, қарным ашады, шөлдеймін. Кешке таман елең-елең етіп қарайлап тұрғанымда жаңағы Есекең келеді. Келгенде үйтіпсің ау деп бір ауыз жылы сөз жоқ, аз шауыпсың ғой дейді маған. Міне сол тәрбие өмір бойы ол кісі сондайменен өтті. Өкінішке қарай анамыз сонша құрсақ көтеріп баланы дүниеге келтіргенменен небәрі 39 жасында мен мектепті алтын медальмен бітіргенімді көрді. Сол жылы қайтыс болып кетті. Осы қазір осында жүрген екі інженім Еркін Бақыт, сонда 2 жаста анамыздан қалды. Өте қиыншылық жағдайды көрдік, аштықты көрдік деуге болады, бірақ қайтсем де мен қолымнан келетін нәрсе оқуым керек, өз жолымды табуым керек, артымдағы қарындастарыма жәрдем беруім керек деген нәрсені бекем ұстадым да, осы қазақтың политехникалық институты, Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің автоматика және есептеу техникасы факультетіне келіп оқуға түстім. Келіп оқуға түссем, мен оқитын мамандығымдағы электронды есептеу техникалары мамандығында 50 бала қабылдаған екен, 50-нің ішінде қазақ мектебін бітіріп келген жалғыз мен екен. Барлығы орысша сөйлейді. Негізінен қаланың балалары, еврейдің балалары, кәрістің балалары көп болады екен. Қаланың жағдайына үйреніп, әлгі қиыншылықты жеңіп, тағы да алдыма мақсат қойдым. Қайтсем де мен бұлардың алдына шығуым керек деп. Сол күндіз түні еңбектеніп тырысқанның арқасында университет институтты қызыл дипломмен бітірдім. Өзіңіз мына ақындығыңызбен қоса, ұйымдастырушылық қасиетіңізбен қоса, тарихқа, қазақтың тарихына өте көңілді, тереңірек бөлетін адамсыз. Жақында Қабанбай атамызға ас өткізіп, жаңағы мүсін тұрғыздыңыздар, осы туралы айтып берсеңіз. Абылай ханның қолынан алтын оқалы шапан киіп, хан батыр дейтін дәреже алған Исе Алталаштың, қазақтың бас қолбасшысы, сол жоңғарға қарсы ұлы отан соғысында ерекше қайрат көрсеткен Қабанбай бабамыздың мен тікелей ұрпағымын. Мен 8-ші ұрпағымын. Ол кісінің кіндігінен тараған 7 баласының екіншісі кішкентайдан тараймын. Сондай керемет адамның ұрпағы екенімізді біз ерекше мақтан тұтамыз. Содан осыдан 7-8 жыл бұрын
менің туған інім мына кенженің алдында қайран бақыт бір күні жүгіріп келді үйге. Аға, мен түс көрдім, түсімде Қабанбай батырды көрдім, атамызды. Қия Көкбетте ертеулі аты жанында тұр, жантайып жатыр екен, келіп ассалаумағалейкум деп сәлем беріп, басын көтеріп, қолын созды, ей балам, мен атқа мінгізіп жібер деді. Қолын алып, аттың дізгінін ұстап, аяғын жөнге салғанда қолтығынан демеп атқа мінгізіп жібердім. Содан оянып кетіп, сізге жүгіріп келдім деді. Ай, Қайран, онда алдыға мақсат қойып, сол атаңа елде ескерткіш қою керек дедім. Сол күннен бастап Қайран інім өзі кәсіпкер, 7-8 жыл бойы үлкен қайрат көтеріп сөйтіп, қаражат жинап, қор жинап, сол 2007 жылы маған келіп, аға мен дайын болдым. Мен мүсінші де, суретші де, сәулетші де тауып қойдым. Пластилиннен бейнесін де жасатып қойдым. Соны мына Қабдеш аға Жұмаділов екеуміз көріп, баға беріп, бата беріңіздер деп ертіп барып көрсетті. Әлгі өнерпаз жігіттермен танысып, әлгі мүсіннің макетін көріп, разы болып, сол күні Қабдеш аға бата берді, сол күннен бастап іске кірістік. Бүкіл осы ескерткіштің идеясынан бастап, соны тұрып тойын жасауға дейін барлық шаруаның мойнына алып атқарған сол менің туған інім Қайран Бақыт. Құдай алдында да, адам алдында да біз бүкіл әулетімізбен Қайран Бақытқа өтіріз әкелімізді айтқым келіп отыр. Сосын қалған екі қарындасым бар. Өзімнен кейін жаңа Қайранды қосқан үшенім бар. Біреу осы дастархан басында отырған Еркін Бақыт. Барлық үлес қосып біріксіздей жұмылып қызмет атқардық. Аға, осы студент кезіңізде Бәйшешек деген әдеби бірлестік құрдыңыз. Соны құруға не түрткі болды? Алғашқы өлеңімді 6 класста жазып, жаңа жыл деген. Сол мектептің елкасында сол өлеңді оқып, мектептің оқушы меңгерушісі Құлсұлтанов Сабыз дейтін ағайдың қолынан мойынға тағатын бір шәріп алған. Бас бәйге деп. Сол ең осы күнге дейін ойласам ең алғашқы және ең маңызды алған сыйлығым екен. Сол қанат берді ме, содан өлең жаза бастадым. 7-8 классқа келгенде ауданды газетке маза бермейтін болдым. 2-3 нөмірінде бір өлеңім шығып жатады. Бала ақын деген әжептәуір атақ. Әдебиет конференциясы болып жатса, соған қатысып жүрмін. Бірақ мен ақын болам деп алдыма мақсат қойғам жоқ. Себебі мына математикаға өте құмар болдым. Мектепте жүрген кезде облыстық республикалық олимпиадаларға қатыстым. 9 класстан кейін осы Алматыға республикалық олимпиадаға келіп, 10 класс оқып жүргенде. Батыс Сібір Қазақстан олимпиадасының жүлдегерлерінің үлкен бәйгесіне қатысып, соның жүлделі орын алып, суретім жанымда Ережеп дейтін досым екеуміздің суретіміз сол кездегі білім және еңбек журналының мұқаба бетіне жарияланып шықты. Ауыл үшін бұл өте үлкен бір сенсация. Институтқа келіп түсіп, баған айтқанымдай барлық дүние орысша болып, дүние астан-кестен болып кеткен кезде өзіммен өзім шиықталып қалдым. Сосын кішкене бір курс, екі курс оқуды толық игеріп алғаннан кейін ойладым. Шіркін бір қазақша сөйлейтін орта болса, шіркін бір әдебиет сүйетін балалар менен басқа да бар шығар деп. Сөйтіп жатақханаларды аралап жүріп, Тау-Кен факультетінде менімен қатар оқып жүрген Иранбек Оразбаев дейтін жігіт тауып алдым. Сосын тағы бірнеше балалар тауып алып, бәрін басын құрып, біз әдебиет үйірмесін құрсақ қайтеді деп алғаш бастама солай болды. Бірақ бірден кедергіге тап болдық. Хабарландырып жазып қойсам, бір күні парткомға шақырады дейді студент. Барсам, қазақ кісі орысша сөйлеп, менің қағазымды жымырлап, қолына алып, айғайлап орысша сөйлеп жатыр. Национализммен пахнет дейді. Жоқ ағай, осылай деп түсіндіріп жатыр. Қазақ кісі. Қуып шықты мені байқап ала деп. Соның арасында бір орыс жігіт лыпылдап келіп менің аты жөнімді біліп, жеке шығарып книжкасын көрсетеді. КГБ екен. Сен Мәскеудегі жас тұлпармен байланысың жоқ па дейді маған. Сен мынандай не мақсатпен құрып жүрсің, соның мақсатын жазып бер деп. Шошытып жіберді, ондайды бұрын көрмеген. Сосын сол кезде сыртынан жақсы көріп жүретін қазақи басында тақиясы бар бір керемет байсалдық кісі. Сұрастырсам, Ақжан Машанов деген кісі екен. Әлгісін іздеп барып сәлем беріп, бәр жөн-жосымды айтып едім, әлгісі кеңкілдеп тұрып күлді. Әй балам, сен қабырға газет шығар, үйірмеңе ат қойдың ба?
Гауһартас деп қойсаң қайтеді. Мен айттым, аға бәйшешек деп қойып қойдық, енді бәйшешектің маңызын түсіндіріп жатыр. Жарайды онда. Сол Қабырға газетінің басына менің мына сендерге берген тілегімді өз қолымен жазғанды жабысып қой деп жазып берді де өзінің суретін берді. Сосын осында Жармағанбетов Болат дейтін тағы бір профессор бар, өлең жазады, соған барып таныс. Соның мақаласын алып ал дейді. Сонымен бір қабырғаны алатын Қабырға газет шығардым, әлгі кісілердің суреттері мен тілегімен. Бірақ содан кейін де қоймады. Тағы дағы жаңаға бардым. Сөйтіп едім, әй, ылғи, әй деп сөйлейтін. Сен жазушылар одағына бар, сонда Ильяс Есенберлин дейтін кісі бар. Ол кезде екінші хатшы екен. Менімен бірге оқыған, осы біздің Тау-Кен факультетін бітірген. Менен сәлем айтып бар. Дәл сол кезде ол кісінің атақты қаһары мына көшпенділердің үшінші кітабы шығып, бүкіл халық соны сынап, неше түрлі әңгіме болып жатқан кез. 3 күн, 4 күн тосып жүріп Ильяс ағаға жолықтым. Сәлем беріп айтып едім, ой айналайын бар екенсіңдер ғой деп арқамнан қағып. Сен мені институтыңа шақыр, кездесу жаса. Мен сендерге жол ашып берейін деп. Содан не керек? Ұзынырғасы Ильяс ағаменен 6 рет кездесу жасап, біздің 500-600 адам сиятын мына акты залымызға кісі сыймайды. Бүкіл қаланың студенттері келеді. Керемет кездесулер болып. Әлгіден кейін жолым бетім ашылып кетті, баяғыдай қуызаулау азайды. Ал Ильяс аға менің бір туған ағамдай болып, сондай сырлас болып сөйтіп кетті. Содан біртіндеп республика деңгейінде танымал болдық та, Қазақстан Ленин комсомол орталық комитетінің мақтау грамотасын алдық. Содан бастап бәйшешек үлкен аренаға шығып жол ашып кетті. Мен қуанышпен, мақтанышпен айтатыным, бүгін таңда сол бөлесіздер. балалар тәрбиесінде біз жасандылықтан аулақ болуға тырыстық, тәрбиелейді. Бағанағы Сыдық атамнан, Есілхан әкемнен келескен дәстүр бізде шешуші болды. Балаларға ақыл айтып көргеніміз жоқ. Сен ит, сен бүйт, алай жүр, бұлай жүр, байқа деп. Өзіміздің өнегемізбен. Ең бастысы еңбек үйрету. Еңбек істеген адамның жол ашық болатынына біз әбден көзі жеткен адамдармыз. Сосын екінші бір нәрсе, мына Нағима апайларыңыз математик. Бұл да жоғары мектепте сабақ беріп, сонысын ғылыммен шұғылданып жүрген кезінде балалар тәрбиелеуде қиыншылық болатынын байқадық. Сонысын бір күн өзі тұрып айтты. Екеуміз бірдей жарыспайды. Біздің басты байлығымыз балалар. Сен ғылымда жеңіске жетіп жатсаң, мен осы балаларға негіз көңіл бөлейін деп. Ағамнеке сіздің үлкен шаңырағыңызда, отбасыңызда отырмыз. Осы отбасы мүшелерімен көрермендер таныстырып жібересіз бе? Мынау отырған Нағима менің Құдай қосқан жұбайым, балаларымыздың анасы, немерелеріміздің әжесі. Біздің Қазақ ұлттық техникалық университетінде қызмет істейді. Менің мына оң жағымда отырған, біз 8 ағайындымыз деп айттым ғой, сол ең кенже інім Еркін Бақыт. Бұл мына су саласының инженер, гидрогеолог. Еркінің жұбайы сіздің жағыңызда отырған Майра, ол да сол саланың қызметкері. Бұлар да қазір ата әже болып отыр. Ұлдарын өсіріпияға, қызларын өсіріпияға қондырып отыр. Менің үлкен қызым Айнұр
қазір перзентханада 3-ші нәрестесін күтіп жатыр. Онан кейінгі Әсет қызмет бабымен сапарда жүр. Әсеттің үйінде келініміз міне Гүлнар қатысып отыр. Гүлнар экономист. Бұлардың отбасында мына біздің немерелеріміздің тұңғышы Айгүміс. Сонысы мына Алтынай отыр. Айгүміс деп ат қойған мен өзім, себебі анамыздың аты Күміс Қазет. Балалардың қызығын көрмей кеткеннен кейін сол кісінің аты аузымызда жүрсін деп әдейі Айгүміс қойып еді. Аты алып жүрсін деп. Зерде дейтін мектепте қазақ тілінде 3-ші класста үздік оқып біздің мақтанышымыз болып жүр. Ал Алтынай кеше 6 жасқа толды. Сол қазақ балабақшасына барады. Алтынайдан біздің күтетініміз ерекше бала. Күтетініміз өте көп. Содан кейін Әсеттен кейінгі кенже ұлымыздың аты Айбек. Айбек мұнайшы мамандығы, бағана айтып өттім. Айбектің үйінде келініміз Дилара 2 жоғарғы оқу орнын бітірген, Казгудың химия технологиясын, сосын біздің университеттің экономика бизнесін бітірген. Дилара мамасынан айнымайды екен, ұқсайды екен. Солай дейді, жұрттың бәрі айтады бір қызығы. Ол үйдегі мына біздің қазіргі бас бұзарымыз, тентегіміз Әмина, мен өзін Құдай берген деп атаймын. Әмина 2 күн болды балабақшаға бара бастады. Атасының немерелері бізге қандай өлең, тақпақтар айтып береді екен? Ата? Ата өлген кәріміз, қуат берген дәріміз, Әулиеде. айыжы айып, Ардақтаймыз. Шай ішетін қойылап, жақсы көрем атамды, сырмақ сырған ойылап, жақсы көрем апамды. Апай, ағамен қалай танысқаныңыз туралы айтып беріңізші бізге. Соны ағаларың майын тамызып жақсылап айтып берсеңіз. 6-шы класс оқып жүрген кезімізде 6-шы класста танысыпсыздар ма? мына көктемгі каникул кезінде барлық аудандағы мектептер келіп өнерін көрсетіп жататын фестиваль ма, олимпиада ма бірдеңе болып жатады. Ауданның клубына кіріп барсақ, сахнада бір қаршадай қыз қазақша ұлт киімге пашыркын қазақ елі көңілді деген ән айтып тұр екен. Жанымда 5-6 жолдастарым бар қазір осында. Манат деген, Мұхамеджан деген, Әуез деген, Мәсуд. Соларға қарап тұрып айттым, мына қыз менікі болады деп. Сосын әр жерде қоймай жүріп, кім екен, аты кім екен, жөні кім екен деп сұрап алып кеттім. Сөйтсек өзіміздің класста оқитын Күләш Бақытхан дейтін 2 қызы бар еді, соның туған сіңлілері екен. Ана бізден 60 километр жерде Бақыт дейтін мектепте оқиды екен. Осы 6-шы сыныпта жүрегін жаулаған ағамыздың сізге арнаған әні бар шығар. Бірге айтып бересіздер ме? Құлпырғанда әлем өзгеше бір реңге боянғанда алалаған сезім жүрегімді тербеп оянғанда іңкәр көзім тасып арнадан аспанға шаттық нұрын сепкен бақыт гүлін тепкен өзің оянғанда Іңкәр көңілім тасып арнадан асқанда шаттық нұрын сепкен бақыт гүлін еккен өзің оярмаға қол ұстасты мәңгі арайланып алдан әппақ таңым жас өмірдің сәнін жарастығын тауып шаттанамын қуанышқа толы достардың құшағы ашық бізге сәулем балдай тәтті дәурен айтар асқақ әнім Бүгінгі таңдағы халықтың аузынан түспейтін танымал ән той жырының тарихы туралы айтып беріңізші. Біздің Досым Қасанның жігіттерінің ішіндегі ең алғашқы отау тігіп үйленген Мұрат Құсайынов болды. 1970 жылдың қазан айының 10-ында осы микрорайонда Ласточка дейтін кафеде тойы болды. Бұл біз үшін үлкен уақиға болып, қандай сыйлық жасасақ екен деп ақылдасып жүрдік.
ақша беретін студенттің жағдайы белгілі. Не сыйлық аламыз, не қыламыз деп ақыры бір ән сыйлайық деп. Сөйтіп ән сыйлайық дедік те созып жүріп алдық. Содан түсте келе сап кешкі сағат 5-6-да той. Енді ары барар шегінер жер жоқ, не болса да шығару керек. Бөлмеде досым екеуміздің төсегіміз қарама-қарсы, мен өз төсегім, ол төсегіне құлай кетті. Енді не болса да шығарайық деп, сен бірінші деп аңдаймыз. Сосын мен 11 буын деп өлең алғашқы жолын айтып, ал енді сен. Содан ол ыңылдап жатыр, мен мына жақта аузымды жыбырлатып, қолымда қағазбенен бірінші шумақты жаздым. Сосын жазған шумақты досыма қарай лақтырып бердім, ал шығара бердім. Сосын міне дайын болды деп ол да шықты, ұзын ырғасы өстіп дөңгелеп жатып, мөлшер 6 сағаттың уақытында осы ән өлеңі де, әуені де қайырмасы дүние келді. Құрметті көрермен, бүгін бір қызықты әңгіме болды. Маған ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Ендеше осы сәттен естелік болсын, суретке түсіп алайық. Ер жеттім, айырдым да оң мен солды, өмірден іздеп кеттім менді жолды. Серігім қайтпас қайрат, жастық жалын, арманға, жақсы үмітке кеудем толы деп. Осы болашаққа деген сенім, алдыға нақты мақсат қоя білу, соның жолында тер төгу. Менің өмір бойғы осы 60-тың 40-сына келгендегі өмірімнің мәні деп айтсақ болар еді.